Мен 7-ші сынып оқушы Адемсера қызы Аяжан жақтаушы командасының бірінші спикерінің сөзімен мүлде келіспеймін. Себебі, егер біз осы мектеп табалдырығынан бастап өзіміздің болашағымыз, өзіміздің болашақ мамандығымыз туралы ойлай беретін болсақ, онда біздің қазіргі оқып жатқан сабағымызға бұның зияны тиюі мүмкін. Мысалы, жаңа бірінші спикер айтып өткендей, мысалы мен тіл мамандығына алатын болсам, ағылшын тілі. Мен сол ағылшын тілі маманы болғым келеді деймін. Және де осы 7-ші сыныптан бастап 9-ші сыныпқа дейін соның оқуын қосымша оқимын. Және де мен ол қосымша оқып жатқан кезде осы қазіргі оқып жатқан оқуыммен екеуін бірге алып жүру маған қиындық туғызады. Және мен осы 9-ші сыныптан кейін 11-ші сыныпқа дейін сол тіл мамандығы маған ұнамай қалуы мүмкін. Мен ол уақытқа дейін информатика пәнін немесе математика пәндерін ұнатып кетуі мүмкін, және де басқа мамандық болғым келуі мүмкін. Сол кезде осы менің 3 жыл бойы оқыған оқуым бекерге қалады. Сол үшін қазірден бастап өзіміздің болашақта мамандығымыз туралы ойлап, бас қатырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен Әбибілла 7-ші А сынып оқушысымын. Бізге берілген тақырып болашақ мамандық туралы мектеп табалдырығынан бастап ойлау қажет. Менің ойымша бұл дұрыс. Себебі біз қазірден бастап өзіміздің не болатынымызды, кім болатынымызды білетін болса, онда алдағы өмірімізде, болашағымызда көптеген нық қадамдар басып, болашаққа сенімді мақсат қоямыз деп ойлаймын. Мысалға, егер мен қазір ағылшын тілінде ұстаз болғым келсе, немесе аудармашы болғым келетін болса, онда қазірден бастап мен ағылшын тілін жақсы оқуым керек болады. Және бұл менің өміріме көптеген пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Әрине, басқа сабақтарды оқу ол біз үшін міндетті. Бірақ егер мен ағылшын тілін ары қарай қосымша сабақтар өтіп, көптеген сөздер жаттауға қазірден бастап тырысатын болсам, онда болашақта менің тәжірибем мол болады деп ойлаймын. Сондықтан да болашақ мамандық туралы мектеп табалдырығынан өзіңе сенімді болсаң, алдағы қадамдарда сенімді болады деп ойлаймын. Сондықтан да мектеп табалдырығынан бастап ойлану керек болашақ туралы. Осындай кішкентай кезімізден бастап өзіміздің мамандығымызды танысақ, өскенде сол өзімізге жақсы болады. Себебі өзіміз егер де осы кішкентай кезімізден бастап сабағымызды дұрыстап оқып, мамандығымызды таңдамасақ, өскенде өзіміз қиналатын боламыз. Мамандық таңдамағандықтан, пән таңдамағандықтан қиналатын боламыз. Мен тәтті командасының 2-ші спикерінің атым Жазыбаева Амина болады. Менің қорытынды ойым, ол қазіргі біз өсіп келе жатырмыз, және де сондықтан бізге бір уақытта, мысалға айтатын болсақ, ұстаз болмайды, ал екінші жақтан бізге дәрігер болғанымызды қалаймыз. Сондықтан бізге қазір өзіміздің мамандықты ойламау керек. Бізге қазір ең алдымен өзіміздің білімімізді, өзіміздің қазіргі үйреніп жатқан тілдерімізді, өзіміздің қазіргі біліп жатқан оқулықтың бәрін білу керек. Ал содан кейін біз өсе келе мамандық таңдайтын кезге жеткенде бірақ таңдауымыз керек деп ойлаймын. Біз пікірсайыста қанша бір-бірімізге қарсы сөз айтсақ та, шын өмірде нағыз достар.